Қытай ғалымы сол кезде Гансу Шинхайға көшкен қазақтардың тағдырын жақсы білетін, солардың арасында болған қазақтармен бірге көшіп, қонып жүріп, оларды зерттеген атақты ғалым Қазақстанда қазақтың тарихы деп аталатын 4 томдық үлкен еңбек жазған. Қазақтың сондай тарихына сондай еңбек еткен Субихай мырза өзінің осы көш туралы жазбаларында былай дейді: 1933 жылы Шеншісай билік басына шыққаннан кейін қазақтарға қараты саяси террорлық пен рақымсыз жаныштау жүргізді. Бұл Қытай ғалымының айтқан сөзі. Сөйтіп 1936-1939 жылға дейін көптеген қазақ ауылдары Гансу өлкесінің Цидяншан өңіріне көшіп барды. Сол кезде қазақ ел басылары мен бір бөлім қарапайым шаруалар бір жағынан Гансу Шинхай өлкелері Мапуфаң әулетінің басқаруында. Олар да өзіміз секілді мұсылман деп есептесе, енді бір жағынан олар бізге көмектесіп, қол ұшын береді, әрі ойдағыдай орналастырады деп сенді. Сонымен 1936 жылы Баркөлде қалған қазақтардан 4000 түтін, шамамен 30.000 адам 6 бағытпен Гансу Шинхай өлкелеріне қарай көшті дейді. Әрине, әрбір зерттеушінің, әрбір мемуар авторларының жазғаны әрқалай жылдарды көрсету бойынша кейде түтін сандарында әртүрлі көрсетілді. Бұның бәрін бір зерттеп, ортақ бір қорытынды шығаратын уақыт болған сияқты әркім әртүрлі жазады. Бірақ көшіп кеткен қазақтардың саны 28-30 мыңның төңірегінде екені рас. Осы көші-қон барысында қазақтар өздерінің мал мүлкінен айырылады. Сол әредікте бұрын бар 200 мың тұяқ қойдан 140 мың тұяқ қой қалады. 20 мың бас жылқыдан 10 мың бас жылқы ғана қалады. Ал бұрын бар 30 мың бас түйе мен 10 мың бас сиырдың барлығы дерлік жол бойында кетеді. Жол бойында жаңағы бомбылау бар, артынан қоршап жою бар, артынан түскен әскерлер бар. Соның бәрімен бір жағы соғысып бара жатыр, бір жағы малын айдап бара жатыр, бір жағы баласын шағасын әкетіп бара жатыр. Көшіп қонып жүру ол әрине өте қолайсыз дала соғыс жағдайында. Өйткені баланы, әйелді жау қолына тастап кету қиын. Бұл олардың әлсіз жері. Осы әлсіз жердің жайлардан қарсы тарап бірден бала шағасына, олардың мал мүлкіне шабуыл жасайтын болған. Сөйтіп, олар жол бойында өздерінің мал мүлкінен айырылған. Оның соңы ашаршылық жағдайына дейін алып келген. Тарихи деректерге негізделгенде 1938 жылдан бастап Гансуға өткен қазақтардың басым көпшілігі Шинхай өлкесіне қарай көшеді. 1938 жылдан бастап Гансуда тұрақтай алмайды. 38 жылдан бастап Шинхай өлкесіне қарай көшеді. 1942 жылы қазан айында сол Шинхай өлкесіндегі үкіметтің, сол жергілікті үкіметтің жасаған санағына негізделгенде Гансуда қалған қазақтардың жалпы саны 577 отбасы, яғни 2590 адам болған Гансуда қалғандар. Ал Шинхай өлкесіне өткен қазақтар 1938 жылдың көктем айларында жетті ол жерлерге. Олар Адыбай, Зайып, Елсхан, Сұлтан Шәріп, Исмайыл, Тұңғышбай бастаған елдер еді деп көрсетілді Қытайдың деректері. Әрине бұл толықсыз. Сол кезде үкімет тараптың алған санағы бойынша Шинхайға өткен қазақтардың саны
28 мыңнан астам адам болған. Әрине, бұл кезде Шыңқайға жеткенге дейін халықтың қанша бөлігі жартысына жуығы жолда қырылып қалды. Аштан өлді, ұшты, тентіреп кетті, түрлі жоғалып кетті. Сөйтіп, халықтың жартысынан астамы жолда жоғалды. Бұл енді Елсіз хан бастаған көштің Шыңқайға жетуі, 1938 жылда мен аяқтайды, Шыңқайға жетуі, осы кезде арттағы қазақтарда алаңдай бастайды. Олар бұрыннан да алаңдап отырған, халықтың бір бөлігінің осылай кетіп қалуы шет жұртқа арттағы қазақтар үшін үлкен қасірет болды. Солардың артынан бір ретте генерал кейінгі үш аймақ төңкерісінің, шығыс түркістан төңкерісінің генералы болған Дәлелхан Сүгірбаев та барып қайтады, елді қайтару үшін. Бірақ сол кездегі биліктен көңілі қалған, халық қайта қайтуға ниет қылмайды. Сол кезде Дәлелхан генерал жылап отырып, мынандай өлең жазған екен. Ол кезде генерал емес. Жасыл тау, шат көңілді көлің қайда, көңіл қайда, кілемдей жасыл мамық жерің қайда, жанаттай қайран мекен малға толған, баласы 12 бақ ерің қайда, төгілмес мол байлығың қордан қайда, тігілген 6 қанат ордан қайда, дос жарлар бір-бірінен қалап алар, шаң жұқпас шашасына жорған қайда, ел қайда, туып өскен туыс қайда, қадірін кісіліктің біліс қайда, айырылып осы айтқанның барлығынан ауаша алыс кетіп жүрсің қайда, ойланбай мұның артын өткеніңде еңіреп зар болармыз ол күнге де, табасын қайдан қамқор дос жаранау, ол күн бұдан артық тез кетеме деп көз жасын төккен екен. Көп оқып тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпы айтайын дегенім, біздің қазақ осы көш арқылы дүниенің жотасы Гималай тауын бағындырды. Қазақтың қанды жасы тамған сол ұзақ сапар жолдарды басып Анадолуға келді. Бұл біздің бітпейтін, айтылып таусылмайтын әңгімеміз. Өйткені бұл қайғы қасіретті, осынау қанды жасқа толы тарихты біздің ұрпақтарымыз білу керек. Бұл жерде мен ойлаймын, үлкендер ғана емес, жастар да отыру керек, тыңдау керек, біз айта беруіміз керек. Соншама алыс жолдарды басып келгенде маңдайынан сипап қарсы алған түрік үкіметіне, түрік еліне мәңгі бақи қазақ халқы қарыздармыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve salatu ve selamu aleyke ya Resulullah ve salatu ve selamu Habibullah ve salatu ve selamu seyyidina evvel vel ahir velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbil alemin, rahimize rahmasın. Senin rahmetin sonsuzdur. Daima rahmeti, merhametin ve dileyerek, isteyerek daima dua niyaz ederiz. Rabbim bizleri yoktan var ettin. Ya Rabbil alemin, bizlere 67 sene önce Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği, zulme düşer olduğu yılların ve onun ümmetin Orta Asya, Altay Türkistan'daki Kazak atalarımızın da 9000 kilometre hicret ederek Atayurdumuza hicreti sen nasip ettin. Ya Rabbi, biz onların evlatlı olarak şu güzel cennet vatanlarımızı kavuşturmasından dolayı her daim o atalarımıza dua niyaz ederiz. Kurban Bayramı'nda, Ramazan-ı Şeriflerde, Cuma günlerinde bütün soydaşlıklarımızın evlatları dua eder. İşte buna bugün şahit olarak değerli hareket belirli kültür, medeniyet bölümündeki değerli müdürlerimizden, kardeşlerimizden ta 6000 kilometreden gelen Profesör Kursun kardeşimizle beraber ve 1991'de özgürlüğünü alan, yoktan var olan, Mevlam ne eylerse güzel eyler sözüne mazhar olan Kazakistan Cumhuriyetimizin de İstanbul Başkonsolosumuzda bugün beraberce olmasıyla dua niyaz ediyoruz. Rabbim bize dualarımızı kabul eyle. Bundan sonra da bu atalarımızın tarihini yavru kıyamete kadar bayraklaştıracak, Anadolu kardeşlerimize, yeni nesillere tanıştıracak evlatlarımızı daim eyle. Amin. Ve değerli kardeşlerimizin bu hizmetlerinden dolayı kardeşim Abdullah Kara Profesör, bu niye söylüyorum? 10.000 Türkiye kazandı ilk olarak yetişen ve tarih araştırması profesörü olmasından dolayı kendilerine ömür uzun dilerim. Ayrıca de yeni 2-3 senedir faaliyete geçen bizim bu HADEP Kazak Medeniyet Kültür Derneğimizin de genç kardeşlerimin de burada olması, bundan sonra da adaletle, hayırlısıyla da bu tarihin devam etmesini Allah'tan diler. Rahmetler nur içinde yatsın. Kurbaklarımıza da birlik beraber nasip etsin. Bi hürmetil Fatiha. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşivimizin kıymetli hocalarımıza, özellikle Kazakistan'dan gelen hocamız ve Abdullah hocamıza takdim etmek istediği bir hareketimiz var. Sayın Başkan sorusunu soracağız kendisini. Bir dakika. Çok teşekkür ederiz. Hocam, sağ olun. Böyle bir imkan verdiniz. Allah razı olsun. Türk dünyasıyla